Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін мен сіздермен бірге оқу құралдарын жасайтын боламын. Яғни бұны 1 сентябрьге арналған торттарға орналастырсаңыздар болады. Ең бірінші мен дәптерден бастаймын. Мен керекті мастикаларымды әдеттегідей жайып алдым. Дайындап, дәптерді жасамастан бұрын оның ішіндегі парақтарын кесіп аламыз. Міне дәптеріміз дайын. Енді сыртына арнайы фломастерімізбенен жазып шығамыз. Осылай. Міне, дәптеріміз дайын. Енді екінші мен линейка жасаймын. Оның үшін осындай вирукамызды алып аламыз. Міне бізде линейкамыз дайын. Линейкамыздың, яғни сызғышымыздың басқаша түрін жасасақ та болады.
Міне бізде линейкамыз дайын болды. Екеуін жасасақ та болады. Міне. Басқа да карандаштарымыз, яғни қалам жасауымызға болады. Бұның үшін мен басқа да түстерді қосу үшін, яғни тортымыз әдемі көріну үшін осындай оранжевый түсті алдым. Карандаш жасаймыз бұдан. Екеу жасасаңыз да болады. Көк түсті карандаш жасасақ та болады. Міне.
Ана, енді біз тортымыз әдемі көріну үшін басқа да ұсақ түйектерді қосуымызға болады, яғни әріптерді қосуымызға болады. Одан басқа да жаңағы цифрларды қоссақ болады. Мен қазір сіздерге осындай цифрларды штамповкамен жасап қойса да болады тортымызға. Тортымыз өте әдемі болып көрінеді. Мына осындай штамповкалар не болмаса сіздерде әріптер болса да тортқа қойсаңыз болады. Осылай штамповать етіп тортымыз одан әрі әдемі болып шығады. Мына осылай жасап қойсаңыз, басқа да ұсақ түйектер қосуға болады. Мысалға өшіргіш қосса да болады. Ручка қоссаңыз да, сумка қоссаңыз да, глобус жасасаңыз да тортыңыз өте әдемі болады. Басқа да түстерді қоссаңыздар болады. Мысалы, көк түсті қоссаңыздар, розовый түсті қоссаңыздар, осылай штамповка жасап қойсаңыз әдемі шығады. Мына тортымыз өте әдемі болады. Басқа да тағы да мен көбіне тортымызға осындай ұсақ түйектерді қосамын, яғни бұл да әдемілік береді. Біреуін жасап көрсетейін. Мына біздің 1 сентябрьге арналған оқу құралдары. Мен сіздерге жасаған видеоролигім ұнаған болса, маған лайк басып, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Және комментарияға менің не жасағанымды қалайсыздар, соны жаза кетсеңіздер де болады.